Мына көрдіңіздер, ең маңызды мына материалы иығы жоқ, дүзгіліге шейін 45 кілден дүзгіліге шейін кие бересіздер. Мына белдігін алсаңыз да салсаңыз да болады. Мына етегінің әдемілігін қара астарсыз. Бірақ осы киген адамға қалай кидіңіз, солай жарасады. Міне ай жерім айтып қалды, мен жерім бүйтіп қалды, жотам жыртылатын болды, алып етейін ба демейсіз. Міне ұзын жең. Оның үстіне мына материалы өзіңіз бірдемеге күйдіріп, біреумен жұлыспасаңыз зады ештеңе болмайды. Шижиға жуасыз ба, қолға жуасыз ба, мына материалының сапасын көрдіңіздер ме халқым? Оның үстіне былың-былың киген адам бір мындай барған жеріңізде пақырап отырасыз, міне. Мына белдігі де үлкен шығады екен мынаның. Өніңге мына белдік қызады, биігірек тақсаңыздар пұтыңыз ұзын көрінеді. Белдікті бүйте тағбасаңыздар сұңжаң ұсап, қарын сарақтағандай шығады, халқым. Міне жеріне болса бір көзді былайлан тағып белдік тақпасаңыз да әдемі шығатын көйлектер міне. Ама материал ерекше, халқым. Мына қорғастағы дүкеніме де ғашыққа жер аспа деген жақсы көретін кісілер өсіп бізде келеді екен. Міне күнде бос емеспін. Әлгі маған оқушы болып үйренемін деген кісілер зады вақытты мықты ұстап келіңіздер. Мен қыста Гуанчжоуға кетіп қаламын. Ол жерде бір үлкен, маған да өте үлкен бір пешім бар. Соған сіздерге тезірек бір үйретіп жерде мен өзімнің тұрақты дүкенімді бергенге мен мақсус сол жерде тұрып зақталамын, қалқам, құттықтыңыздар ма?